Не деген аяз. Мама, погода жақсы Астанада, жып-жылы біздікіндей. Ассалаумағалейкум көрерменім, примерно қайда жүргенімді біліп отырған шығарсыздар. Так что созбаймыз. Қазақша күрестен әлем додасы Маңғыстаудан қатысатын Қара бура Нұрдәулет Жарылғапов. Әлем чемпионаты болған соң Қара бура емес, ол енді уақытша Black бура болады. Ал енді Black бураның қалай өнер көрсеткенін көретін боласыздар. Бұл жүрмейтін жерім жоқ. Бастаймыз. Ассалаумағалейкум Айбек, құрметті көрермендер, менің қасымда Нұрдәулет Жарылғаповтың Қара бурамыздың, Black бурамыздың бапкерлерінің бірі. Айбек, біздің балан дайындық қалай? Әлем чемпионаты не дегенде? Ассалаумағалейкум, енді әлем чемпионаты елімізде өтіп жатыр. Ұлттық күресімізден өзіміздің елде болып жатқасын, елдің намысын аса ауыр салмақта біздің палуан қорғайтын болады. Енді Алла қаласа бабы жаман емес, Алла қаласа бабы мен бағы қатар келсе, нұр үстіне нұр болады. Сол үшін енді бәріміз соған жанталасып, дұғамызды тілеп, тақымымызды қысып, дайындығы енді оқу жаттығу жиындарын өтті. Өзінің тәжірибесі бар. Енді жеке бапкерлері де, барлық ұлттық құраманың бапкерлері де барын салып, аянбай тәжірибелерін айтуда. Енді қалған кілемнің үстінде көреміз. Алла қаласа ақтық сынға шығып чемпион атанады деген үмітіміз бар. Соған жетіп, сол күнді тамашалауға жазсын. Сонда біздің ең басты мақсат финалға жетіп чемпион болу? Әрине, енді ақтық сынға дейінгі жолдамада оған дейінгі бірінші, екінші, үшінші қарсыластарын ұмытуға болмайды. Себебі бұл жерде әлем чемпионаты болғаннан кейін шетелдің жақсы, білікті, мен деген балуандар келді. Олардың барлығы қарсылас атанады, қарсыласы осал болмайды. Сол үшін ең бірінші әр белдесуіне жеке мұқият дайындалып, әр белдесуді жеңіп, ақтық сынға шығу, одан ары чемпион атану. Елімізге алтын, әлем чемпионатының алтыны қажет. Ал айтқаның келсін, біздің бауырымызға сәттілік. Нұрдәулет жеңіске жетті. Сол жеңіске жеткеннен кейін айқайлап қуанғың келеді. Бірақ та бұл әлем чемпионаты, әлем чемпионатында біз секілді медиада жүрген жігіттерге именно дәл сол жерде айқайлап қуануға болмайды. Көп деген шектеулер бар. Сол себепті мен өзімнің бауырыма ризамын. Енді 1-2 финал, финалға бір қадам қалды. Ал бауырымызға сәттілік. Құрметті көрермендер, әлем чемпионаты жалғасуда. Біздің Нұрдәулеттің келесі жаңағы қарсыласы бұл өзбекстандық палуан, өзбекстандық күресші. Осыған дейін
Нұрдәулеттің бұл екінші әлем чемпионаты екен. Алғашқы әлем чемпионатында бірінші айналымда қарсыласы осы өзбек бауырымыз болған. Сол себепті бір жағынан Нұрдәулетке бұл сынақ, бір жағынан реванш алуға мүмкіндік. Ал өзбек бауырымызды тізе бүктіріп, біздің Нұрдәулет финалға жетті. Black Bura финале әлем чемпионатында маңғыстаулық тащи. Бұл кездесуде Нұрдәулет Жарылғапов жеңіске жетті. Қазақстан. Елдос, ассалаумағалейкум, сізді көргенмен қуаныштымын. Бүгін біздің маңғыстаулық жігіт Қара Бурамыз финалға шықты. Сол финал туралы айтып берсеңіз, біздің бауырымыз туралы не күтесіз? Уалейкум ассалам. Бүгінгі жарыс ең бастысы өте жоғарғы деңгейде өтіп жатыр. Бұл әлем біріншілігі қазақ күресінен болғаннан кейін ең жоғарғы деңгейдегі әлем біріншілік деп ойлаймын. Енді біздің Қара Бура қазақтың өз күресінде, өзінің күресінде, өз жерінде, өз елінде болып жатқан күресте алтыннан алқа тағады деп ойлаймын. Өйткені қазақтың күресі қандай екенін ол көрсету керек, басқа ұлт өкілдеріне үйрету керек, насихаттау керек. Үлкен әлемдік аренада кәдімгідей бақталасатын деңгейге дейін, дзюдоның уровеніне дейін жетуіне шын жүректен тілектеспін. Рахмет. Нұрдәулеттің финалы басталды, ал бауырымызға сәттілік. Финал әлем чемпионаты. Маңғыстаулық қарап алыңыз, чемпионат әлем чемпионатында топ жаруда. Ал Нұрдәулет бауырым, жеттік ау алтынға. Жеттік, өткенде күміс болды, енді алтын медаль, әлем чемпионы. Қалай?
Ассалаумағалейкум. Ощущение қалай? Құрметті маңғыстаулықтар, қазақ елі. Бүгінгі мына әлем чемпионатында чемпион болып жатырмын. Көп рахмет сіздерге. Сіздердің арқаларыңыз осы телевизордың ар жағында балет етіп отқан барша өзімнің бауырларыма және де осы елімнің, осы қазақ еліне көп рахметімді айтқым келеді. Құдай қаласа бұдан да жетістіктерге жетеміз. Сосын бұл жеңіс, сосын сенің аянбай еңбек төккеннің арқасында. Бұл жеңіс құтты болсын. Өзіміздің облыстағы жеке бапкерлеріміздің және осы қазақ күресінің бас бапкерлерінің арқасы. Көп рахмет ағайларыма, мың алғыс. Алла разы болсын ағайларыма. Давай, ендігі аялдама Қазақстан барысы алтын. Қазақстан барысы, әлем барысы, құдай қаласа. Давай, сәттілік. Құрметті көрермендер, менің қасымда Нұрдәулет Жарылғаповтың туған бапкері Қайрат Бұрбасов. Қайреке, жеңіс құтты болсын, әлем чемпионы. Осыдан 6 ай бұрын сіз айтқансыз, алтынның ауылы алыс емес дедіңіз. Сол алтынның ауылына келген сияқтымыз ғой да? Или келдік пе? Рахмет. Ал мен жеңіс құтты болсын. Ол кезде енді сөздің шыны керек. Қазақстан барысының алтынын айтқан болатынмын. Енді мына жерде ол жарыстан кейінде оқу-жаттығу жиындар болды. Қазақ күресінен Қазақстан чемпионаты өтті Атырау қаласында. Одан кейін әлем чемпионатына іріктеу осы Астана қаласында дала қырандар жарысы өтті. Ол жерде рейтингтегі үздік 8 балуан белдесіп, сол жарыста жеңімпаз болып осы әлем чемпионатына жолдама алған болатынбыз. Енді бүгін міне қуанышты Маңғыстау облысынан шыққан тұңғыш әлем чемпионы. Тұңғыш па? Тұңғыш Маңғыстаудан шыққан тұңғыш әлем чемпионы. Соған қуанып жатырмыз, бүкіл ел болсын. Қуанышымызда шек жоқ. Қуанышты жеңісті күндер көп болсын, жалғасын таба берсін. Әумин, айтқаның келсін. Енді менде сұрақ, сен неге бүгін осы қызыл немен жүрдің, осы жейдемен, осы қызыл толстовкамен? Білмеймін, енді өзім ондай ешқандай не болған жоқ, осы киіммен шыққанмын. А мен неге қызыл бейсбол киіп келдім, білесің ба? Қызыл түс деген жеңістің түсі да, түсініпсің ба? Это не зря сен қызыл түс кидің, мен де қызыл түс кидім. Потому что екеуміз таңатпай жеңістің иісін сезгенбіз ғой. Ал жеңісіміз көп болсын. Келесі аялдама қандай? Енді қазір Қазақстан барысы алтын. Биылғы жылғы енді 2022 жыл біз үшін сәтті, берекелі жыл болды десек болайық. Қазақстан барысының күміс белбеуін алдық. Енді Аллаға шүкір, міне әлем чемпионы болып жатырмыз. Енді бұнымен тоқтамаймыз. Алда енді өзің айтқандай жаңа Қазақстан барысының алтыны біздің ауылға керек. Соған дайындаламыз тыңғылықты. Ал құрметті маңғыстаулықтар, осымен біздің жеңісіміз, ұлы жеңісіміз құтты болсын. Баршаңызды құттықтаймын. Алға Маңғыстау. Құтты болсын. Жеңісті күндер көп болсын. әлем чемпионатында чемпион атанып Маңғыстау осындай тек жеңіс жылға келіп тұрды, Алла нәсіп етсін. Маңғыстауға тұңғыш рет әлем чемпионы қатарына келіп жатыр. Әрқашанда деп қазақтың көкке биіктегенде айналамыз сота берсін. Маңғыстаудың еліміздің ауылы көкте елімізде еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Бәріңізге де рахмет.